Астанада 4-ші халықаралық энергия үнемдеу форумы өтті. Энергия үнемдеу күніне арналған форум дәстүрлі түрде 2018 жылдан бастап жыл сайын өткізіліп келеді. Форум аясында өнеркәсіп пен ғимараттарда энергия тиімділігін арттыру жөніндегі шаралар талқыланады. Аталған іс-шараның негізгі мақсаты сарапшылар арасында сындарлы пікір алмасу, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы өзара тиімді әріптестік байланыстарын нығайту болып табылады. Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Марат Қарабаев форумның ашылуында энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру орнықты дамуды талап ететін үрдіс екенін атап өтті. Жалпы ішкі өнімде энергия тиімділігі 38%-ға қысқарды. Бұл біздің басты жетістігіміз. Ал енді оның қысқаруының себебі, өйткені мына үлкен өнеркәсіптік кәсіпорындарда энергия аудит өткізді, және сол кәсіпорындар өздерінің энергия тиімділігін арттыру және энергия үнемдеу бойынша тиісті шаралар қабылдады. Одан басқа мемлекеттік тізілім болды, кәсіпорындар қосылып отырды, және сол кәсіпорындар өздерінің мониторинг жасап, қанша жасаған, қанша энергия жалпы қолданып жатқан, әрі қарай соны қалай үнемдеу бойынша тиісті шаралар қабылдады. 2012 жылдан бері 1800 энергия аудиты өткізілді. Оның қорытындысы бойынша 323 миллиард теңге сомасына энергия тиімділігі жөніндегі шаралар іске асырылды. Бұл жылына 82 миллиард теңгені үнемдеуге көмектесті. Цель нашего международного форума – это подведение итогов 2022 года. Біздің халықаралық форумның мақсаты 22 жылды қорытындылау. Біз 22 жылы неге қол жеткіздік және 23 жылға қандай жоспарлар бар соны саралау. Біз үшін 22 жыл өте нәтижелі болды. Біріншіден біз энергия үнемдеу және энергия тиімділігі туралы заңға түзетулер енгіздік. Енді әр кәсіпорын энергия менеджменті болуы керек. Біздің ірі 110 кәсіпорын үшін энергия тиімділікті арттыру бойынша индикаторлар енгізілді. Сондай-ақ біздің бюджеттік ұйымдар үшін тұтыну нормалары болады. Сондай-ақ энергоаудиторлық қызметке түзетулер енгізілді. Нормы потребления для наших бюджетных организаций. Бұл бағыттағы жұмыс белсенді жалғасатын болады. Биыл Еуропалық одақ пен Германия үкіметінің қолдауымен энергия сыйымдылығы кем емес секторларға, ғимараттар мен көлік секторларына бағдарланған жобалар іске қосылады. Форум шеңберінде 12 адам энергия үнемдеу саласына қосқан үлес үшін төсбелгілермен марапатталды.